Сәлеметсіздер ме достар? Біз бүгін e-салық сайтында немесе приложениесі арқылы бастапқы декларацияны тапсыратын боламыз. Ол үшін өздеріңіздің Play Market немесе App Store'дан e-салық бағдарламасын жазып аласыздар. Настройка профиль регистрациядан өтеміз. Иіндеріңіз жазасыздар. Войти и зарегистрироваться басамыз. Бізге SMS пароль арқылы кірген тиімді 4 түрі бар. Соның ішінде SMS пароль арқылы кіреміз. Одноразовый пароль жібереді сіздерге. Соны теру арқылы кіреміз. Өзіңіздің Негов немесе мобильді база данныйда тіркелген номерлеріңізге автоматты түрде SMS барады. Сол SMS-ті енгізулеріңіз қажет. Төрт цифрлы код барады. Сол кодты енгізесіздер. Уақытша кіру үшін жылдам код жазылады. Отмена басамыз. Сдать декларацию бөліміне өтеміз. Подать декларацию басамыз. 250 таңдаймыз бастапқы. Біз Б категориясын таңдаймыз. Жылы 2023. Первоначальный, яғни бастапқы. Менде мына жерде орысша тұр. Өздеріңіз қазақша аударып алсаңыздар да болады. Өзіміздің қаламыз таңдаймыз. Аудан, облыс. Продолжить басамыз. Және SMS арқылы, WhatsApp арқылы, немесе бұлтты кілт арқылы қол қоюды ұсынып тұр. Бізге тиімдісі SMS арқылы қол қою. Номерге SMS келеді, 4 санды. Сол кодты енгіземіз. Кодтан қателік жібермеңіздер. Соңғы келген кодтарды енгіземіз. Скачать уведомление ашамыз. Мінекей тапсырылды. Скриндап немесе өзіңізге көшіріп алсаңыздар болады. Қош сау болыңыздар. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.